Президентіміздің тапсырмасымен келіп отырсыздар, бірақ бұл жерге кірудің өзі оңай болған жоқ. Или аудан әкімінің, или сіздің тапсырмаңыз екенін білмейміз. Тізіммен кіргіз. Тізіммен араға адам салып бердік мына жерге. Бұрын жұмысқа адам салып кіретін едік. Сіз халықпен кездесуге келдіңіз. Мына кісілердің бәрі халқы біз не жерде 30% халық отыр. Қалған бәрі әкімшілік, өзіңіздің басқармаңыздың адамдары. Енді бізде диктатураға білесіз, анау жерде, мынау жерде сөйтіп өткізбей қойды. Оны біреулер жамандаудың керегі жоқ. Сіз ондай жобаман жасайын десеңіз тікелей маған келіңіз. Білім бөлім басшысы, мен сізге тағы да ескертіп айтамын. Мені білесіз, әрқайсыларыңызға айттым. Жеке мен өзім айналысам деп. Сарыағашта білім саласынан бөлек, былайша коррупцияға айналысып кеткен сондай нелер көп. Сайрам ауданы мен Төле би ауданының шекарасында мусорный полигон бар. Бұл жаз болды, бұл сасып мазаналы сол төңірегіндегі 7-8 елді мекен бар. Қарамұрт елді мекенінің әкімі бар, Мамыржан деген жігіт. Ол, по-моему, оның орны иіссезбейді. О да өкпеде жоқ ол. Соның кейін мынандай несі бар, олардың анау хозяиндерін айтсаң, бүйтеді. Әкімге де саған адам табылады. Тапсырма берілсе, мен тапсырмам ба? Иә, ондай болса неге орындалмай отыр? Жер тапшылығына байланысты қаралмады деп әлі отыр. Жер табуға болады. Достар, көктемде 2 атым жоғалды. 1 жылдан бері жүгіріп жүрмін, әлі тауылған жоқ. Басқаларды тауып отыр, менікі тауылмайды. Сол 11 бала шағамен 3 жылдан бері уырлады бақып келіп отыр. Не қылайын енді? Милицияларға пара берейін бе? Мен малын тауып бер деп ақша берейін бе? Осыларға анализ жасала ма? Осы кісілер қай жерде қызмет етсе, туыстарына жер беріле береді да. Ол жер инспекциясымен мемлекет мұқтаждығына біз сияқты белсенділердің жазуыменен қайтарылып жатыр. Ертең Құдай сақтасын, мына кісілер бір жағдай болып қалса, сіз де кетіп қаласыз. Сіз қалап тұрса да кетіп қаласыз. Сіздің алдыңызға өткенде келгенде ауылдағылардан сұрадыңыз, керек болса әрбір үйден сұра, комиссия жібердіңіз. Комиссияның орнына үйге участковыйлар барды. Өздерінен сіздің алдыңыздан шыққаннан, сол шағал шығаратынан інілері соққыға жықты мені. Одан кейін кеңес деген әкім участковыйларға заңсыз қызметкерлердің үстінен арыз жазды. Халық қолдағаннан кейін шығарып алдым мен. Көзі ішетін суымызға үшін жаптым. Мен ішетін, бала шағам ішетін суыма үшін жаптырып тастады. ТикТокқа шығарып жүріп, оны аштым. Суыма үшін жаптырып тастады. Онда сіз мен жеке қабылдауыма кіріңізші. Енді маған январды және қаңтар февральды берсеңіз, қызметкерлерге қаржысын берейін де, жұмысымды жалғастырайын дегенде, кетші бар, сенен басқа істейтін жұмысым жоқ па деді. Халықтың алдында шындықты айтам. Турецкий костюм шалбар әкелесің, сосын жұмысың жалғасады деді. Одан бұрын жұмысың жалғаспайды деді. Қаз 365 KZ парақшасына жазылыңыздар.